тағала несін береді. Жақында бір Иракта бір жағдай болыпты. Бір әйел 3 баласымен, жаңа күйеуі қайтыс болады, 3 баласымен далада қалып, Ирак, Афғанстанда жағдайды білесіздер. Батыс кіріп демократия орнатып кеткеннен кейін бәрі қандай жағдайда екен. Сонда жаңағы бір әйел қиналып, арымды сатпаймын деп, жаңа жаман жолға түспеймін деп қайыр сұрап, бұрын жағдай болған әйел қиналып қайыр сұраудың өзі оңай болмаған. Сөйтіп қайыр сұрап қиналып жүргенде адамдар жағдайлары мәз емес қой қазір бүкіл халқын. Сонда бір таксист тиындап жинап жүрген, жаңадан дөңгелек сатып алуға жинап жүрген пәленбай сомасынан қиналып қысылып тұрғанда, мен өлсем де балаларым аман қалсыншы, балаларым аштан жатыр, балаларыма тамақ керек деп жылан сұрап тұрғасын, ана сұраған, не болды, ана мына бәрін сұрап алғаннан кейін бүкіл дөңгелекке деген ақшасын беріп жіберген. Аллах үшін деп түк қалдырмай берген. Ана жаны қиналып тұрғанын көргенде Аллах үшін деп беріп жіберген. Енді дөңгелегі лысый, үйіндегі әйелі қазір жарылып қалса, аварияға түсесің, үйтесің, бүйтесің, жөндетсейші. Я бұл енді өтірік айтады әйеліне. Анау дөңгелек сататын мен келісіп қойдым, дөңгелек жөндейтін мен келісіп қойдым, уақыттар болмай жатыр, әне келдет, міне келдет деп әйелін алдайды. Сөйтсе 2-3 күннен кейін әйелі күйеуі жағын таксовать етіп үйіне келсе, қағазды әкеліп тұр дейді. Сен сөйлескен СТОшник жағаны келіп кетті, адресін тастап кетті, келіп келсін дөңгелегін айырбастап беремін деп айтты дейді. Бұл өзі түсінбейді. Адреспен барса, анау дөңгелек жөндейтін кісі, сен ба Хасан деп айтады дейді. Иә, мен, сен не істедің депті да. Сен не істедің? Неге десе, 3 күн бойы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи түсіме кіріп шықпай қойды дейді. Хасанның дөңгелегін айырбастап бер деп дейді. Аллах үшін істедің ба? Аллах тағала өзі не істеп қояды да. Хасанның дөңгелегін айырбастап бер деп 3 күн бойы пайғамбарымыз түсіме кіріп шықпай қойды деп дөңгелегін айырбастап берген екен. Ол ешкімге айтпаған. Аллах үшін деп берген да. Аллах үшін берген, Аллах тағала өзіне пайғамбарымыз арқылы орнын толтырып тұр да, көрсетіп.